Әлеуметтік қызметтерді алу енді оңай әрі қолжетімді болып кетті. Мәселен, емхана ішіндегі мемлекеттік дәріханалардан жеңілдікті дәрі-дәрмектерді енді өз мобильді телефоныңыздағы әлеуметтік әмиянның көмегімен алуға болады. Риддер тұрғындары ноу-хауды белсене меңгеріп жатыр. Риддер тұрғындары дәрі-дәрмекке қалыпты емес әлеуметтік әмиянмен келеді. Онымен жеңілдікті дәрі-дәрмектерді алу оңайырақ әрі жылдам. Ұзақ кезектер жоғалды. Әлеуметтік әмиян деген не? Ол не үшін керек және қалай жұмыс істейді? Оны кеңестік диагностикалық орталығының дәрігерлері өз пациенттеріне түсіндіруде. Социальный кошелек – это у нас… Әлеуметтік әмиян егов мобайл қосымшасы арқылы жүзеге асырылады. Смартфонда осы егов мобайл қосымшасы орнатылуы керек. Оған кіріп, тіркеледі, әлеуметтік әмиян қызметі болады. Сол әлеуметтік әмиянда алып жүрген немесе алдағы уақытта алатын барлық дәрі-дәрмектер көрсетіледі. Әлеуметтік әмиян қалай жұмыс жасайды? Бұрын біз дәрі-дәрмектердің тізімін және рецептін жазып, мөр қойып беретінбіз. Онымен пациент дәріханаға барып алатын. Оның телефонына дәрі-дәрмектерді шынымен алды деген SMS код келетін. Ал қазіргі таңда пациент егов мобайл қосымшасы арқылы өзіне жазылған дәрі-дәрмектерді көреді, оған басады және QR код шығады, сонымен дәріханадан қажет дәрілерін алады. Яғни дәрігерлерді аралап, мөр бастырып жүрмейді, бірден дәріханадан алады. Дәрі-дәрмектермен қамту үрдісі жан-жақты оңтайландырудан өтеді. Әлеуметтік әмиянды ендіруден және дәрі-дәрмектерді QR кодпен алудан тыс, рецепт үрдісін оңтайландыру қоса жүргізіледі. У нас две программы были и слов. Бізде екі бағдарлама болатын. Жазып берген дәрі-дәрмектердің тізімін жазатынбыз және оларды басып шығаратынбыз. Оларды қайта дамуметқа ендіретінбіз. Біздің ақпараттық жүйемізге ендіретінбіз. Енді барлығы оңтайландырылып, ортақ жүйеге ендіріледі және ол дәрігерлер мен пациенттер үшін өте ыңғайлы. Әлеуметтік әмиян әзірше барлық азаматтарға қолжетімді емес, өйткені көпшілігі осы күнге дейін тетікті телефондарды қолданады және заманауи гаджетті сатып алуға мүмкіндіктері жоқ. Ал смартфон болғанның өзінде аға ұрпақта әлеуметтік әмиянды ашуда қиындықтар туындауда. Кеңестік диагностикалық орталығында пациенттерге егов мобайл мобильдік қосымшасындағы рұқсат көмектеседі. Пациенты именно получающие лекарственные льготные лекарства. Жеңілдікті дәрі-дәрмектерді алатын тұлғалар негізінен аға ұрпақ өкілдері болып келеді, және олар смартфондарды қолдана алмайды. Сондықтан тәуекелге барып, олардың смартфондарына егов мобайл қосымшасын жүктеп береміз. Оларға дәрі-дәрмектерді алуға көмектесеміз. Қазіргі таңда алаяқтар көбейіп кеткендіктен аға ұрпақ өкілдері негізінен көп сене бермейді. Сондықтан біз оларға егов мобайл қосымшасын жүктеп, тіркелуге көмектесеміз. Қалалықтар жаңашылдыққа әртүрлі қарауда. Кейбірі әркім қосымшаны түсіне алмай, дәрі-дәрмектерді үйреншікті әдіспен, дәрігердің қағазға жазып берген рецептісімен алған ыңғайлы деп санайды. Ескере кететіні екі нұсқасы да жұмыс істейді. Дәрі-дәрмектерді қағаз рецептісімен де, ваучер түріндегі электронды нұсқасымен де алуға болады. Тек айырмашылығы әлеуметтік әмиян қағаз бен әурешілікті жояды. Жыл соңына дейін бұл жоба күллі республика бойынша тегін амбулаториялық дәрі-дәрмектік қамтамасыздандыру аясында препараттарды алатын 1,5 миллионнан астам адамдарды қамтып, ауқымдатылады.